Саламатсыздар ма оқушылар? Баршаңызға мәлім, Назарбаев университеті немесе шетелдік жоғары оқу орындарына түсу үшін SAT тапсырмаларының тапсыруымыз қажет болады. Сол SAT тапсырмаларын орындау кезінде графикалық калькулятор қолдану мүмкіншілігі бар. Бүгінгі сабақта мен сол есептерді қалай Desmos программасы арқылы тез және дұрыс шығару жолын көрсетемін. Мысалы, бізге мынандай есеп берілген. Берілген сызықтық теңдеулер жүйесінің қандай мәнінде берілген теңдеулер шешімге ие болмайды. Оны табу үшін берілген сызықтық теңдеулер графиктері қиылыспау керек. Оны шығару үшін бізде Desmos программасы бар. Значит, бірінші теңдеуді енгіземіз. 2x қосу 3y тең 5. Бізде түзу сызық шықты. Енді екінші неге енгіземіз. X қосу AY тең 2. Ал енді екінші теңдеулі графика шықпады, ол үшін біз мына жерге A-ны енгізуіміз керек. A-ны енгізу үшін мына жерге жауаптардың, сол барлық жауаптарын мына жерге апарып қойған кезде бізде графикта қайсысы параллель болып шығатын болса, значит, сол A-ны сондай мәнінде берілген теңдеудің шешімдері болмайды. Қазір бізде ол қиылысып тұр. Оны мынаның орнына жауаптарын қоюға болады. Мысалы, A жауабын 2-ні апарып қоятын болсақ, берілген теңдеулер қиылысып шықты. Ал енді екінші 0 жауабын алып барып қоятын болсақ, онда қиылысу болып шықты. Келесі 1,5-ні апарып қояйық. 1,5-ні апарып қойған кезде бізде графиктер параллель болып шықты. Значит, A 1,5 болған кезде бұл теңдеулер жүйесінің шешімі болмайды. Ал енді екінші есепті қарайтын болса, бұл жерде де екі функция берілген. Біреуі квадрат функция, екіншісі сызықтық функция. Сұрағаны бұл жерде олар бұны қандай мәнінде, сол екеуі бір нүктеде қиылысады деп берілген. Оны табу үшін тура сол бірінші есеп сияқты екі функцияны енгіземіз. Бірінші функция y тең x квадрат парабола шықты. Қосу bx bx қосу 4. Бізде парабола шықпады. Не үшін? Мына жерде бұның орнына коэффициент енгізетін болсақ, сонда бізде парабола шығушы еді. Ал енді екінші сызықтық функцияны енгіземіз. Бұл жерде y тең 3x қосу 4. Түзу шықты. Ал енді бұның орнына қандай сандарды енгізетін болсақ, олар бір нүктеде қиылысады деп. Бұл жерде қазір егер бұны мәні бірге тең болатын болса, бұл екі функция екі нүктеде қиылысып тұр. Біз оны бір нүктеде қиылысуын табу үшін жылжытамыз. Солында екі нүкте қашан бір нүктеге келсе, сол кезде оның бір ғана шешім болады. Жылжытсақ та болады. Сол екі нүкте бұлай жылжып, сол бір нүкте үстіне келген. Ол бұны қандай мәнде болып шықты? Бұл жерде 3 болған кезде бұл екі функция бір нүктеде қиылысатын болады. Демек, оны жауабы бізде 3 болып шықты. Ал енді келесі есепте бізге көпмүше берілген, сол көпмүшені барлық мүмкін болатын рационал шешімдерін табуымыз керек. Көпмүшені
енгіземіз. Бұл жерде y тең 6x-тің төртінші дәрежесі 6x-тің төртінші дәрежесі минус 43 x-тің кубы қосу 66 x-тің квадраты минус 3x минус минус 10. Biz көпіншені енгіздік. Ал график бізде мынандай түрінде график шықты. Ал енді ол графикті қарайтын болсақ, ол x өсіні қанша нүктеде қиып өтті? 4 нүктеде. Значит, оның 4 жауап бар. Сол жауаптарны қалай көруге болады? Мысалға 5-те 5 пен 0 болса, бірінші тұрған мән ол x-тікі, екіншісі y-тікі. Значит, оның бірінші жауабы 5 екен. Тағы бір жауабы 2, тағы бір жауабы 0,5, тағы бір жауабы мынандай сандар шықты.